Қайырлы күн баршаңызға. Үйде жасалатын небәрі 15 минутта дайын болатын, құрамына сүт қосылмайтын печеньенің рецептімен сіздермен бөлісемін. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды алып, оған қант қосып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз әбден ерігеннен кейін оның үстіне 200 грамм сұйық май қосамыз. Осы массамызды жақсылап араластырып қоямыз. $400 грамм ұнымызды аламыз, үстіне біраз қасық разрыхителімізді қосамыз да жақсылап араластырамыз. Сұйық массамызды алып, оған ұнымызды бөліп салып, жақсылап, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін оны 5 минутқа қоямыз. Дайын болған формаларымызды аламыз, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Екі қолымыздың көмегімен дөңгелек форма жасаймыз. Қамырымыздың үстін осылай пышақпен сәндесеңіздер де болады. Дайын печеньелеріміздің бетіне қант салып, осылай формамызға салып, 200 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Менде бар болғаны 30 штук печенье шықты. Сіз де осылай үй жағдайында печенье пісіріп көріңіз. Рахмет.